Саламатсыздар ма? Бүгінгі Java сабағымызда біз осы қанша сабақ өттік, сол сабақтардың барлығын қолданып бір кішігірім жақсы программа жазу, яғни калькулятор секілді бір программа жазсақ. Ол үшін біз Java-мызды Eclipse ашамыз. Біз өткен сабақта не өткен едік? Комментарийларды өткен едік. Мейлі. Бұл сабақта біз кішігірім екі санды қосатын бағдарлама жазамыз. Ол қиын емес. Сканерге ат береміз. Бұрынғыдай. Точка. Қайдағы точка. Экран. Оған сканер. System.in. System.in. Яғни бұл сканеріміз дайын уже. Енді бізге үш айнымалы керек. A, int, B, int, C. Яғни A мен B-ны қосамыз. Яғни мақсат мынадай. S тең A қосу B және S-ны экранға шығару. Осындай бір мақсат. Егер түсінбесіңіздер деп айтып жатқаным. Мынаны басқаша жазсақ та болады. Егер үш айнымалының типтері бірдей болса, яғни айнымалылар типтері, онда оларды былай өшіріп, яғни үтір арқылы B, S деп жазып кете беруге де болады. Енді біз подсказка жазайық. System.out .print, то есть print line так, бірінші санды ендірдік. Бірінші санды ендір дейміз да, және A тең экранды іске қосамыз. Яғни экранға шығару несін сканерді іске қосамыз. Экран және next келесі. Яғни осы жерде next деген екен айнымалымыздың типі қандай, сол типке сәйкес типті береміз. Яғни int па int басамыз. Біріншісі дайын. Дәл осыны көшіре салсақ та болады. Екінші санды ендіру деген мақсаттан. Яғни мына жерге екінші санды ендір дейміз. Екінші санды ендір дейміз да, оған B айнымалысын береміз. Онда айнымалар типі int. Енді формула жазамыз. Яғни A қосу B. Яғни A-дағы мәнді және B-дағы мәнді қосып, S өзіне алады және сол соны экранға шығарамыз. Бұлайша қарапайым. Оңай. System.out print line. Енді S-ны экранға шығарамыз. Біздің неміз қайда кетті? Қайда кетіп қаларады? Енді осы жерде осыны іске қосайық. Яғни запуск. Окей. Консольда бізді күтіп тұр уже. Яғни бірінші санды ендіреміз. Бірінші сан мысалы 5 болсын. Enter'ді басамыз. Келесі айнымалы өтеді. Келесі айнымалы өткен екен біз қанша? Мысалы 10 десек. Және сыны экранға шығарайық. Сының мәні 5-ке 10 болсақ 16 ма? Ақыл 15. Бірінші санды ендірдік, екінші санды ендірдік. Және екеуін қосындысы 15. Қарапайым
қарап тұрсаңыздар, қарапайым калькулятор, және мынау да қарапайым оңай. Сіздерге тапсырма, осыны басқаша жазып келсеңіздер де болады. Мысалы, мына жерде алуды қолдануға болады, немесе көбейтуді, бөлуді қолдануға болады. Бірақ бөлуді қолданғанда мұқият естеріңізде болсын, егер с экранға шығатын болса, яғни сының мәні бөлшек болатын болса, онда сыны өшіріп тастаңыздар. Мынау кеме кеткен емес. Яғни double C дейміз. Яғни осы кезде ғана біздің программамыз жұмысын дұрыс істейді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше жақсы